Амансыздар, құрметті көрермен. Қыз қылығымен жобасының кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін қыз бойынан табылатын табиғи сұлулық пен тазалықтың бір белгісі қолаң шаш, яғни бұрым туралы айтатын боламыз. Бала күнімізде ата-аналарымыздың шашты кез келген жерге тастамаңдар, шашты жаймай жинап жүріңдер, өз шаштарыңды өздерің қимаңдар деген ескертпелерін жиі естейтінбіз. Мұнда көп сырдың бар екенін білсек те, ашығын сұрай қоймайтынбыз. Ендеше бүгін осы сұрақтардың жауабын іздеп, дәстүрімізге сай қыз бала шашының қадір-қасиетін анықтап көрейік. Қырқынан шығып қарын шашы алынған қыз баланың екі шекесінен шөкім шаш қалдырған. Мұны тұлым деп атайды. Тұлым шаш қыз балаға көз тимесін деген мақсатта қойылады. Халқымыз қыз баланың шашын тазалық үшін 1 жасқа дейін алып отырады. Ал тұлым шашқа ұстара тимеген. Қыз бала бой жеткенде тұлымын бұрымына қосып өреді. Қыз бой жеткенде оған міндетті түрде қос бұрым қояды. Қос бұрым қою жалғыздық Құдайға ғана жарасады деген сенімнен, қосағымен қосағарсын деген тілектен туған. Қос бұрым қыздың назы мен бостандығының белгісі. Қазақ қыздары бұрымы тарқатылып кетпеу үшін шолпы таққан. Халқымызда қалыптасқан сенім бойынша неше түрлі асыл тастан жасалған сылдырмақ, салпыншақтан тұратын салмағы ауырлау шолпының әсерінен шаш ұзын болып өседі. Сондай-ақ ауыр шолпы таққан адамның басы ауырмайды деп есептелген. Бойжеткен қыз баланың жүрісін, қимылын түзеу үшін шолпының орны ерекше. Қоңыраулы шолпы таққан қыз бала үй арасында жүргенде, жүгіргенде, күлгенде ол сыңғырлап дыбыс беріп, үйдегі үлкендер қалжыңын қойып, әдеп сақтаған. Бойжеткен жұрт назарын өзіне аударғанына ұялып, жүгіріп, секіруін тыйған. Қыздардың шашын жайып жүруі жаман ырым деп жатады. Қазақта әйел тек күйеуі қайтыс болғанда шашын жайып жылаған. Әйелдер шашын жайып жіберіп жыласа, ішіндегі шері тарқайды деп ырымдаған. Қызды қырық үйден тыйған қазақ үшін шашты жайып жүру тәрбиесіздік. Жайылған шаш кез келген жерге түсіп, тамақ ішкенде дастарханға тиіп, қыздың тазалығына да нұқсан келтіреді. Біздің данагөй ағажелеріміздің айтуы бойынша, шаштың бір талында жерге тастауға болмайды. Оны құс ұясына салуға алып кетсе, бас ауруына тап боласың. Өйткені шаштың киесі бар. Ал шашты неге қимау керектігі туралы айта кететін болсақ, бұрынғы кезде бұрымды кесу өлім жазасымен пара-пар жазалардың бірі болған. Бұл туралы Тәуке ханның 7 жарғы заңнамасында кездеседі. Онда қылмыс жасаған ер адамның атының құйрығын кесіп, қыздың немесе күйеуі бар әйелдің бұрымын кескен. Бұл түсінгенге астары ауыр жаза болып табылады. Себебі ат құйрығын кесу не өлімде, не жаугершілікте кездесетін дүние болған. Бұл қылмыскерге енді аяушылық болмайтынын көрсетсе керек. Сондай-ақ жаугершілік заманда аруларымыз мәжбүрліктен бұрымдарын кескен. Бұл туралы майданға аттанған аруымыздың бірі Шығыс шолпаны Мәншүк Мәметова туралы мәлімет бар. Оның бұрымынан айырылған қайғысы туралы ақын Дүйсенбек Қанатбаев былайша жырлайды. Айқасқа барам өліммен, қайтемін, жалғыз басқамын. Бұрымымды төгілген туған жер саған тастадым. Батыр қыз майдан құрбаны, омырауынан оқ тесіп, қисада сол қыз ғұмырын жүргендей әлі от кешіп, қиялмай қара бұрымын. Яғни, бүгінгі біздің айтпағымыз шаштың киесі туралы санамалап айтып шығу емес, бой жетіп келе жатқан қыздарымыздың санасына дәстүріміздің айтарын жеткізу. Салт дәстүрден алыстау қалған олар, егер шашын жайып жүрсе, немесе бұрымдарын кессе, олардың мән мағынасын білмегендіктен солай жасайды деп ойлаймыз. Өйткені қазір оларды тәрбиелеп жатқан телефонның, теледидардың ар жағындағы шетелдік немесе заманауи әртістер. Ал олардың шаш үлгілері біршама дәстүрімізге қарама-қайшы келеді. Бәрі емес әрине. Сондықтан қазіргі қыз балаларымыз көргеннің бәрін жақсы деп бағалап, еліктеп өсіп келе жатыр. Ал оларды дұрыс жолға бағыттау біздің міндетіміз. Бүгінгі шығарылымнан кейін оларға аз да болса ой салып, жақсы қазақи жолмен жүрулеріне жол сілтедік деген ойдамыз. Бүгінге айтарымыз осы. Келесі шығарылымда жүздескенше.